Основание серіктестігі қалада көп қабатты 6 үй салып жатыр. Соның үшеуі Уәлиханов көшесінің бойында орналасқан. Екі баспананың құрылысы аяқталуға жақын. Коммуникациялық желілер тартылған соң қос нысанда қолданысқа тапсыруға әзір болады дейді мамандар. Тілші толықтырсын. Уәлиханов көшесі бойында қаз-қатар тізілген мына 9 қабатты үйлердің үшеуінің құрылысын Основание серіктестігі жүргізуде. Біреуінде жоспарланған жұмыс 60%-ға атқарылса, қалған екеуінің құрылысы аяқталуға жақын. Мына нысанда қазір 12 адам еңбек етуде. Олар пәтерлердің ішін әрлеп, есіктерінің тұтқаларын орнатуда. Сейчас занимаемся монтировкой замков. Бүкіл 9 қабат бойына есік орнатып, тұтқаларын тағып жатырмыз. Осыған дейін еденге линолеум төсеп, шатырда гидроизоляциялық шаралар жүргіздік. Құрылысы өткен жылдың басында басталған 72 пәтерлі үй 2 подъезден тұрады. Бір қызығы, мұнда бір бөлмелі пәтерлер жоқ. Мердігер компания өкілі жоба солай құрылған дейді. Двухкомнатные, трехкомнатные. Екі бөлмелі пәтерлердің аумағы 50 шаршы метр, 3 бөлмелі пәтердікі 65 шаршы метрдің шамасында. Ал бір бөлмелілер мүлдем жоқ. Материалдардың көбі өзіміздікі, тек кірпішті ғана келдік. Жалпы компаниямыз үшін бұл типтік құрылыс болып саналады. Яғни осындай баспана салып машықтанып алған біз үшін құрылыс барысында ешқандай мәселе туындаған жоқ. Бой түзеген жаңа баспаналар Уәлиханов көшесіне ерекше көрік беріп тұр. Өйткені бұрын олардың орнында еңкіш тартқан ескі үйлер болатын. Аталған серіктестік қазіргі уақытта қалада 6 нысанның құрылысын жүргізіп жатыр. Соның бірі коммерциялық баспана. Мағжан Ахмадина, Азамат Баймұқан, муниципалдық телеарна.